мен сусындарды қатты жақсы көреді. Баяқан тазалықты өте жақсы көреді. Сондықтан ол әрдайым өз артынан жинап және жинақылықты ұнатады. Ал кедей ақанның өмірі қоқысқа толы. Ол ешқашан өз артынан жинамайды, шашып жүреді. Баяқан әрдайым ізденісте, ақшаны қалай үнемдеу және жинауды жазып отырады. Ал кедей ақанның өмірі тек қана ақшаны ұрлау және де жұмыс жасамау. Сондықтан кедей ақанның өмірі келешекте қиындыққа толы. Ақша беріңдер.